теріс ағымдарға, қазақтың болмысына жат идеологияларға тосқауыл қою қажет екеніне еш күмән жоқ. Елімізде дін бостандығына кепілдік берілген, бірақ жүгенсіздікке, тәртіпсіздікке жол беруге болмайды. Діннің аса маңызды миссиясы ұлтты ұйыстыру. Діни ұйымдардың қызметін реттейтін құжаттар осы талапқа сай болуға тиіс. Отанның өзегіне құрт түспесін. Наурыз айында Бурабайда өткен ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы баяндай келе, кейбір шалғай аудандарда әлі күнге дейін мұндай келеңсіз оқиғалар тыйылмай тұрғанын, әсіресе жат діни ағымның жетегінде жүрген адамдар жағдайды тіпті ушықтырып жүргенін айтқаны белгілі. Отбасы әр адамның алғашқы мекені, өмірге көз ашатын алтын ұясы. Қазақ халқы ежелден отан отбасынан басталады деп бұл ұғымға ерекше мән берген. Алайда бүгінгі жаһандану дәуірінде кейбір теріс бағыттағы діни ағымдар осы қасиетті ұғымға сызат түсіріп, отбасының іргесін шайқалтатын үлкен қауіпке айналып отыр. Отбасының бүлінгені, отанның өзегіне құрт түскені. Бұл дер кезінде назар аударып, алды алынуға тиіс алаңдатарлық ахуал. Дінтанушы мамандар деструктивті діни ағымдардың көздегені жеке тұлғаның санасын билеп, оны өзінің отбасы мен қоғамына қарсы қою екенін, бұл рухани зомби жасаудың бір түрі саналатынын айтып жүр. Ол адамның санасын улап, қоғамнан оқшаулап, дәстүр мен тәрбиеге қарсы қоятын идеологиялық жүйе. Ақиқатты жекешелендіріп алған желөкпелердің қатерлі ұстанымы отбасындағы адамдарды да, мейлі ол әкесі мен шешесі болсын, егер намаз оқымаса, өз секілді өмір сүрмесе, оп-оңай кәпірге шығара салуы. Тағдыр қосқан қосағынан да осы сенім негізінде ажыраса салған жағдайлар елімізде көп. Олар ата-ананың тілін алмайды, өйткені шариғаттан басқа сөздің бәрін қабыл қылмайды. Намаз оқымайтын туыстармен араласуды қояды. Уақыт өте келе өзінің жолына отбасының басқа мүшелерін де тартып әкетеді. Бұған Сирияға жихад жолында соғысамыз деп тұтас отбасылардың кетуі дәлел. Әке-шешеден балаға, немесе керісінше баладан әке-шешеге тез жұғатын бұл кеселдің салдарынан талай шаңырақ шайқалып ортасына түсті. Алдымен отбасын ойрандап, кейін ұлттық бірегейлігімізді жоятын, ең соңында отанға деген опасыздық жасауға итермелейтін мұндай келеңсіздікпен күресу басты міндет. Ол үшін жас жеткіншектерге оң солын тани бастағаннан діни таным түсініктің ақ қарасын ажыратып, саналарына құю қажет. Оларға ұлттық тәрбие берілуге тиіс. Зайырлы құқықтық біліммен қатар имандылықты үйрету арқылы деструктивті идеологиялардың тамыр жоюына жол бермеуге болады. Індеттің салдарымен емес, себебімен күрескен абзал.